Сәлем достар, біз бүгін Республикалық балалар мен жасөспірімдер газеті Ұлан газетіне редакциясына баратын боламыз. Және мен өзім жалғыз бармаймын, бізде жас тілшілер және үздік авторлармен бірге барамыз. Және сіздерге Ұлан газетінің редакциясын таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Барлық жерге күз келсе де, Казгу қалашығында әлі жаз. Себебі оны жайнап тұрған жап-жасыл шыршаларға, сонымен қатар әсем гүлдерге қарап айта аламыз. Сәлем жолдайсың. Біз Ұлан газетінің редакциясына келіп тұрмыз. Бұл Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының Алматыдағы филиалы. Тарихы сонау 1930 жылдан бастау алатын Ұлан газеті жас тілшілер үшін үлкен мектеп. Біз әрдайым редакция ұжымын көруге құштармыз, себебі барлығымыздың басымыз қосылған сәт біз үшін шағын мереке. Барлық оқырман үшін редакцияның қандай болатындығы және газеттердің қалай жасалатындығы өте қызықты деп ойлаймын. Ұланның поштасына келіп түскен хаттарды редакторлар қарайды және тексеріп, оларды жинақтайды. Сонымен қатар оны баспаға дайындайды. Ұлан газеті аптасына 1 рет шығады, оның көлемі 4 баспа табақты құраса, таралымы 5000 дананы құрайды. Ұлан газетінің оқырмандарына қандай ақыл кеңес бересіз? Ұлан газетінің оқырмандарына үнемі жазу керек. Жазсаң шынығасың, жазсаң мықты журналист боласың. Ол жазу, ол саған көп нәрсе алып келеді. Ойлануыңа да, идея туына да алып келеді. Мысалы, қарапайым нәрсе, идея қайдан туады? Идея ол оқудан туады. Кез келген нәрсені оқу керек. Кез келген аудандық газет болсын, немесе аудандық бір мектептердің басқа бір әкімшіліктің болсын парақшаларын қарап жүріңіздер. Сол жерде бір қызық ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпаратты сіз керемет сенсациялық жаңалық қылып жазуыңызға болады. Сол үшін әрқашанда оқу керек, жазу керек болды. Сол ғана.